Декларация деген сөз, ол ниет деген сөз. Біздің болашағымыздың құқықтық негіз қаланған, заңдық негіз қаланған. 5 жылда Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 181 миллиардтан 291 миллиард долларға жетті. Биыл 9 айда экономика 6,3% өсті. Қазақстан 12 орта державаның құрамына кіріп отыр. Жиырма 25 қазан елдіктің жаңа парағы ашылған күн десек артық кеткеніміз емес. Бүгінде біз жай айтатын мемлекет, еркіндік, отан деген сөздер дәл осы күні шынайы маңызға ие болды. Ең бастысы тәуелсіздікке жол ашқан егемендік декларациясына қол жеткіздік. Алғаш рет еліміздің жеке территориясы, азаматтығы, мемлекеттік бюджеті, халықаралық қатынастардағы дербестігі мен рәміздері бекітілді. Дәл қазір осыдан 35 жыл бұрынғы тарихи қадамның ең үлкен куәгері болған парламент үйінің жанында тұрмыз. Анығырақ айтқанда 1990 жылы 25 қазанда Жоғарғы кеңестің қаулысымен Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация дәл осы жерде қабылданды. Содан бері 25 қазанда республика күнін қуанышпен һәм мақтанышпен қарсы аламыз. Декларация деген сөз, ол ниет деген сөз. Мен есімде қалған ол кезде компьютер жоқ. Бәріміз қолды көтеріп дауыс береміз. Ал енді ол кездегі жағдай келсең, эйфория болды әрине. Түсінікті нәрсе ғой. Өйткені ондай декларацияны күнде қабылдап жатқан жоқпыз ғой. Сені оны бір-ақ рет қабылдаймыз оны. Өйткені баланың туған күні біреу болады. Баланың екі автор болады. Әкесі және шешесі. Соны көбісі сұрайды, мына екі мейрам қайсысы біз білмей қалдық деп. Мынау жаңағы 25 қазан 16 желтоқсан. Біреу әкесі, біреу шешесі деп оқыңыз. Яғни мемлекет бір рет құрылады. Сол мемлекет құрылған күн сол. Сол күні таңертең енді поштаны қараймыз ғой. Өзекті алып қарасам декларация деп тұр, егемендік. Бірақ біз біліп жүрдік декларация жазылып жатқанын, ол газетке нұсқалары шығып атты. Декларацияны дайындау жаз бойы жүрген екен. Ол дайындалып бітті ғой енді. Соны жарыққа шығару, қабылдау жаз бойы жүрген екен. Дау дамай болды, бірақ дау болғанда ол бірінен өш алу, кек алу емес. Бұл әркімнің танымы бар. Мемлекеттің қандай болған көргісі келеді, білгісі келеді, соны анықтағысы келеді. Өстіп 25 қазанда таңертең басталды, кешкі 7 кезінде аяқталды. Оның басына жүрген кісілер Салық Зиманов, мысалы, юристер ғой енді. Сосын анау кім Сартаев, мысалы, ағамыз. Сол толып отқан басқа да юристер болған. Олар өте парасатты адамдар, бәрі талқылап, жан-жақты пікірласыңмен ескеріп, сол кезде қабылдаған. Сол кезде біз ойланғанбыз, біз біріккен ұлттар ұйымына кіре аламыз ба, кіре алмаймыз ба? Осы кіргізейік пе, кіргізбейік пе деген сияқты онда ой болған. Сол кезде деңгейіміз ғой сол кездегі біздің. Ал енді тәуелсіз қалғаннан кейін автоматты түрде кіресіз оған. Ол салдар ғой, ол негізгі жұмыс емес қой мысалы. Алайда осындай әңгімелер болған мысалы. Сондықтан біз бірден бәрін біле қойдық, бәрін түсіне қойдық. Бір оқымай бола қалды деуге ешқандай негіз жоқ. Бұның маңызы декларацияның тәуелсіздікті жақындатты, жылдамдатты. Осы істің басы-қасында жүрген, айналасында жүрген азаматтар бәрінің көзі жетті. Біз тарихи сәтте жіберіп алмауымыз керек деп. Біз адамның туған күнін төлейміз ғой. 1 жасар бола ма, 2 жасар бола ма. Мынау декларация туған күн, тура сол біздің болашағымыздың құқықтық негіз қаланған, заңдық негіз қаланған күн. Ел егемендігін айқындаған маңызды құжат парламент үйінің дәл осы тәуелсіздік залында қабылданды. Сол күндері жоғарғы кеңесте өте қызу пікірталас жүрді. Декларацияны талқылау 6 сағатқа созылды. Оны 261 депутат қолдаса, 71 депутат қарсы дауыс берген. Ал қазір бұл жер талас тартыс болатын орын емес, қазақстандық және шетелдік студенттер алаңсыз білім алатын оқу ордасына айналды. Осы залды көріп тұрғаныңыздай бүкіл заттар, яғни осы колонналар, шамдар, креслолар сол бастапқы күйінен, сол кезден бері қалып келе жатыр. Бұл зал жалпы ғимарат реконструкциядан өтті, бірақ сол түп күйіндегі, ең басты алғашқы күйіндегі келбетін біз сақтауға міндеттіміз. Қазіргі таңда бұл залда көптеген іс-шаралар өтеді.
қарапайым лекциялар мен сабақтардан бастап үлкен ауқымды іс-шаралар осы жерде өткізіледі. КБТУ-дың ең басты фишкасы ғимаратында деп айтсақ та болады. Тарихи маңыздылығы бар ғимаратта. Оны біздің шетелдік студенттер де түсінеді, оны арнайы біліп тұрып бізге түседі. КБТУ бұрыннан бері ғимараттың дизайнына қызығатынмын. Осы жерге түсіп, осының ішінде жүргеннен кейін маған одан арман ұнап бастады, себебі оның іші дәл сырты сияқты өте әдемі, эстетиканы ұнатамын. Әрине, студенттер өздерінің маңызы сезінеді деп ойлаймын. Осындай жерде отырып, өздерінің одан арман маңызды және өзінің болашағы мемлекет үшін жұмыс істеу туралы ойлайды деп ойлаймын. Республика және егеменді бұл сөздер маған жалпы адамның тыныш өмір сүруі. Қазір өзіміздің еліміз тыныш болған соң, біз күнде осындай қарапайым, күнде таңертең оянып, жұмысқа, оқуға баруға мүмкіндіктеріміз бар. Мен үшін республика деген өз ойымды анық білдіру, ортада тыныш өмір сүру, және елімізде тату-тәтті өмір сүру. Біз университетімізде жыл сайын осы мерейтойға сай түрлі шаралар өткізеді. Түскен кезде ата-анама қатты мақтанатын болдым. Достарыма осындай бір құрметті тарихи толы жерде оқығаным қатты мақтанатын боламын. Бұл университет қабырғаларында әсіресе тәуелсіздік залында оқу үлкен мәртебе. Себебі осы еліміз үшін тарихқа толы жер. Залының қандай рухын сезу үшін мен үшін үлкен мәртебе және ерекше сезім болады. Біз қазір Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік архивіндеміз. Мұнда 16 ғасырдан бергі тарихтан сыр шертетін түпнұсқа және көшірме түріндегі 1,5 миллион құжат сақталған. Оның арасынан көзімізге оттай басылғаны жоғары кеңестің қаулысымен қабылданған еліміздің мемлекеттік егемендігі туралы декларацияның түпнұсқасы. Сондай-ақ оның талқылауына қатысқан депутаттардың тізімі мен олардың пікірі жазылған құжатта бар екен. Архив саласына қатысты, оның ішінде тарихи құжаттың бәрін қаттап отырған бұл қара шаңырақ Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік архиві. 90-шы жылдары еліміздің астанасы Алматы қаласы болғандықтан, жоғары кеңестің құжаттары осында келіп түсті. Құжаттарды қабылдау оңайға соқпайды, өйткені заңға сәйкес топтастырылып, тігіліп, сонымен қатар аса құнды құжаттар ретінде мемлекеттік сақтауға мәңгілікке қабылданады. Бұл жерде өздеріңіз біліп тұрсыздар, сол кездегі гербтің суреттері бар, қолтаңбалары, сол кездегі Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының жоғарғы кеңесінің председателі Асанбаев ол кісінің де өзінің қолы тұр, және де біраз азаматтардың қолдары қойылған. Бұл аса құнды құжат. Қос тілде бұл құжатпен қатар осы декларацияның қабылдануы қалай өтті, және де кімдер сөйледі, қандай негізде, қандай ұсыныстар болды, қандай пікірлер бұл мемлекеттің қуаттылығын көтеру және егемендігін қабылдаудағы өздерінің пікірлері мен ұсыныстарын білдірген бұл стенографиялық біздің есептер. Яғни осы жоғарғы кеңестің 12-ші шақырылымдағы 2-ші сессиясында қабылданған осы есепте орталық мемлекеттік архивте сақтаулы. Аса маңызды нысан мемлекеттің қарауында. Мұнда ешбір құжатты бөліп жармайды, бәрі ерекше қорғалады. Оларды сақтаудың өзіндік температуралық режимі, арнайы архив қоймалары, жұмыс түрлері бар. Тіпті құжаттардың химиялық және физикалық жағдайы да заңды талаптарға сай бақыланады. Десе де оқимын, ізденемін, білемін деген адамдарға есік әрдайым ашық. Мысалы, бұл декларация, біз айтып отырмыз, конституциялар, осының барлығын әлемге паш етіп, қазақ халқының бұл Қазақстан Республикасы екенін танытатын осы архивтің құжаттары. Қазіргі таңда да 30 жылдық тарихымыз өткеннен кейін де маңыздылығын жоғалтқан жоқ бұл құжаттар. Біріншіден, өзіміздің біз аса көңіл бөліп айтатын, мысалы, бұқаралық ақпараттар құралдарын айтуымыз керек. Сондай-ақ біздің ғалымдарымыздың, заңгерлеріміздің негізінен алған кезде, сондай-ақ біздің оқып жатқан жоғарғы оқу орындарының магистрант студенттері бар, докторлық қорғап жатқан осындай азаматтардың барлығы, зерттеушілер келіп бұл құжаттармен таныса алады. Сонымен өткенге терең үңілдік. Еліміздің егемендігі туралы декларация қабылданған күн республика күні болып тарихқа еніп тойлана бастады. Алайда 2009 жылы республика күні мемлекеттік мереке қатарынан шығып атаулы күндер тізімінен алынды. Маңызды мейрамның мәні жоғала бастады. Араға 13 жыл салып, дәлірек айтқанда 2022 жылдың маусымында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлытаудағы ұлттық құрылтайда республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтару ұсынды. Содан бері ұлттық мереке өнегелі бастамалар арқылы жалпы халықтық мейрамға айналды.
Қайта жаңғырған республика күні бұл халқымыздың рухын көтеріп, елдігімізді нығайта түсетін аса маңызды тарихи қадам. Сондықтан осы мерейлі күн азаматтарымыздың өзара түсіністігін, тұтас ұлтымыздың еркін өмірге және дербес дамуға ұмтылысын паш ететін мереке болмақ. Мемлекет басшысының бастамасы халықтың кең қолдауына ие болып, тиісті заңға өзгеріс енгізілді. Бұл шешімнің үлкен маңызы бар, себебі бұл күннің маңыздылығы жоғары. Бұл күннің өте үлкен тарихи маңыздылығы бар. Себебі осы күннен бастап бізде жалпы саяси және құқықтық тәуелсіздікке жолымыз басталды. Бұл жолымыздың басталуы. Жаңағы өзіміздің заңдарымызды қалыптастыру, конституциямызды жазуды бастадық. Бұл тәуелсіздікке жолдың басты қадамы болғандықтан әрине маңызды күн. Бұл сөз еліміздің егемендігін білдіреді, азаматтардың теңдігін білдіреді, азаматтардың жалпы мемлекеттік басқаруға қатысу мүмкіндігін білдіреді. Осындай сияқты құндылықты белгілейтін ұғым республика деген сөз. Жалпы мен өзі той ондайға мен ондай шебер емеспін. Бірақ менің ойымша, мына тәуелсіздік алған күн ерекше аталу керек. Қазір мереке көп қой. Соның ішіндегі мерекелердің мерекесі. Мерекенің көкесі осы тәуелсіздікті алу күні. Демек ол аяқ асты болмау керек. Атайтын болсаң. Шын мәнінде бүкіл халық мойындайтын, бүкіл халық білетін, бүкіл балдарға оқытылатын сондай шара болу керек бұл арада. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, ерлігін дастаны ел. Ұрпаққа жол ашқан кең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар. Егемендіктің тағы бір жеңісі гимн, елтаңба, ту сияқты мемлекеттік рәміздердің биік тұғырға көтерілгені. Әнұранды жатқайтқан балалар бейбіт аспан астында арманшыл, білімді, еркін, отан сүйгіш болып өсіп келеді. Мен үшін Қазақстан ол ең бірінші біздің отанымыз, біздің туған жеріміз. Біз ол үшін қызмет жасауымыз керек. Және балаларға өзіміздің мұғалім ретінде сол балаларға Қазақстанның өз отанын сүюге бағыттауымыз керек. Яғни мен бұл Қазақстанда тұрып жатқаныма өте қуаныштымын, бақыттымын. Бізге яғни еркіндік, тәуелсіздікті сыйлаған мемлекет деп айта аламын. Күн келбетті ақын Мағжан Жұмабай алты алаштың игі жақсысы бас қосса, төрдегі орын ұстаздікі деген екен. Расында елдіктің, мемлекеттіліктің айқын бейнесін білім мен ғылымға бөлінетін көңілден ақ байқауға болады. Айырмашылық бар, жер мен көктей. Қазіргі заман талабына байланысты, жаңартылған оқу білім беру жүйесі деп басталды. Одан кейін қазіргі таңда жасанды интеллектпен оқыту жүйесі деген бар. Яғни балаларды өзі оқуға бейімдеу осы бағыттан дамып келеді. Міндетті түрде алдында отырған 25 бала математиканы білсін деген ниет жоқ. Ол жерде бала ең бастысы базаны білу керек. Одан кейін өзінің есепте алатындай жүйені білу керек. Математиканы қолданысқа, өмірде қолданылатындай жүйені білу керек деп білем. Нақты енді мен өзім сияқты мұғалім болсын демеймін, бірақ бір жерде өзінің нанын таба алатындай, адал қызмет жасатындай азаматшалар болсын деп тәрбиелеймін. Соңғы 5 жылда білім саласына бөлінетін қаржы 3 есе артты. 1200 жаңа мектеп ашылды. Келешек мектептері ұлттық жобасы аясында заман талабына сай 150 білім ошағы салынды. Балалардың сапалы білім алуына қажетті барлық жағдай жасалуда. Бір сөзбен айтқанда, егемендік қолжетімді білімге жол ашты. Қазақстандағы білім қолжетімді деп сеніммен айта аламын. Себебі мен өзім оқу барысында көптеген мүмкіндіктерді алып жатырмын. Мен үшін Қазақстанда білім алу ол үлкен бір қоғамның бір бөлігі болу және барлық адамдармен бірге алдыға қарай жылжу, қозғалу деп білемін. Мен үшін республика күні ол осы Қазақстанда өсіп тұрып жатқаныма, өзімнің елімнің дамуына үлес қосып жатқанымды мақтанышпен айта алатын күн. 1990 жылға дейін кеңестік дәуір кезінде жалпы білім беру жүйесі орталықтандырылған болатын, біртұтас болатын. Барлық елдерге бір жүйе бойынша білім берілетін. Қазақ тілі шектеулі түрде қолданылатын. Қазір вуздар білім беру бағдарламаларын, білім беру бағыттарын өздері даярлайды. Сонымен қатар жаңағы студенттерде академиялық еркіндік бар. Бүгінгі күні барлық оқу орындары міндетті түрде аккредитациядан өтуге тиіс. Аккредитацияны өте отырып, өздерінің білім беру сапасының жоғары екенін білдіреді. Сондықтан әрине құбылыстар өте көп, бірақ барлығы оң жағынан бағалану керек деп ойлаймын.
5 жылда білім ғылым саласына салынған инвестиция 5 есе өсті. Зерттеу университеттері көбейіп, олардың өндіріспен байланысы нығайып келеді. Әлемнің 40 беделді жоғары оқу орнымен серіктестік орнаттық. Елімізде 33 филиал ашылды. Ғылымды басқарудың жаңа құқықтық негізі қаланып, жас ғалымдарға барынша жағдай жасала бастады. Бүгінде жоғары оқу орындарын бітіріп жатқан түлектердің 90% бакалаврлар, ал ғылым докторларының үлесі 1%-ға да жетпейді. Сондықтан докторантураға бөлінетін грант санын көбейту қажет. Әсіресе техникалық мамандықтарға басымдық берген абзал. Менің тапсырмам бойынша болашақ стипендиясының 70%-ға жуығы техникалық инженерлік мамандық еліне беріле бастады. Былтыр жасанды интеллект саласына жыл сайын 50-ден астам стипендия бөлу туралы шешім қабылдадық. Келесі жылдан бастап атом мамандарын дайындау үшін жылына 20 квота беріледі. Мұны технократ ұлт болу жолындағы маңызды қадам деуге болады. Заман қиын болса да бағытымыз дұрыс. Еліміз қиындықтың бәрін еңсеріп үздіксіз дамып келеді. 5 жылда Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 181 миллиардтан 291 миллиард долларға жетті. Биыл 9 айда экономика 6,3% өсті. Халықаралық резерв пен ұлттық қордағы актив 120 миллиард доллардан асты. Мұның бәрін басқа мемлекеттер беделді ұйымдар көріп отыр, мойындап жатыр. Германияның халықаралық зерттеу институтының мәліметі бойынша 24 жылғы өткен жылы Қазақстан 12 орта державаның құрамына кіріп отыр. Яғни Қазақстан әлемдік қауымдастықта тек қана интеграцияланған емес, әлемдік қауымдастықта өзіндік ықпалы бар мемлекет ретінде өзін көрсетіп отыр. Алдағы 4 жылда Қазақстан жалпы ішкі өнім деңгейін 450 миллиард долларға дейін 2 есе өсіруді көздеп отыр. Кемінде 150 миллиард доллар шетелдік инвестиция тарту жоспарлануда. Қазірдің өзінде инвестициялық саясат тұжырымдамасы жаңарып, перспективалы салалар мен арнайы экономикалық аймақтарға басымдық берілуде. Экономикада екпінді драйвер саналатын құрылыс саласы биылғы 8 айда 18% өсіп, жалпы көлемі 7,8 триллион теңгеге жетті. Кәсіпкерлікті қолдаудың кешенді шаралары қолға алынып, жеңілдікпен несие берудің тетіктері көбейді. Одан бөлек соңғы 3 жылда елімізге көлемі 1,3 триллион теңге болатын заңсыз активтер қайтарылып, қаражат мектеп, аурухана, спорт кешендерін салу мен ауылдарға арналған жаңа жобаларға жұмсалып жатыр. Қазақстан өзінің сыртқы саясатында көп векторлы саясат ұстана отырып, басқа мемлекеттермен тең қарым-қатынас сақтай отырып, Қазақстан халықаралық қауымдастыққа белсенді араласты. Яғни 92 жылы Біріккен ұлттар ұйымына мүше болуы, одан кейін Еуропада қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына мүше болуы, және тек қана халықаралық ұйымдарға мүше болып қана емес, ол ұйымдарға көптеген Қазақстанның бастамалары болды. Оның ішінде мысалға Қазақстан ядролық қарудан бас тарту. Одан бөлек әлемдік дін лидерлерінің съезін 2003-тен бері 3 жыл сайын өткізу арқылы Қазақстан әлемде бейбітшілікке, діни алауыздыққа жол бермеу мақсатында әлем дін лидерлерінің басын Астанада қосты және әлемде әсіресе конфликтілі проблемаларды алдын алу Қазақстан бастамашысы болды. Қытайда өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті, Нью-Йорктегі Біріккен ұлттар ұйымының сессиясы, Минскідегі Еуразиялық экономикалық форум, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен байланыс, дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелік. Бүгінде Қазақстан ірі ықпалды әлемдік және аймақтық ұйымдардың құрамында. Еліміздің халықаралық аренадағы рөлі күшейіп, жан-жақты байланысы кеңейіп келеді. Сондай-ақ Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы, C5+ форматы аясындағы серіктестік, түркі мемлекеттер ұйымы. Осылардың құрамындағы Қазақстан бүгінде сыртқы саяси, экономикалық, гуманитарлық, мәдени және қауіпсіздік бағыттарында көшін ілгері жылжытты. Біз кеше кім болғанымызды ұмытпаймыз. Төл тарихымызға құрметпен қараймыз. Ал келешекте кім болатынымыз тек қана өз қолымызда екенін жақсы түсінеміз. Сондықтан ғылым білімге ұмтылған, елін жерін көркейтуді ойлаған жастарға әрдайым жан-жақты қолдау көрсете береміз. Біз қолға алған ауқымды жұмыстың бәрі жастардың жарқын болашағы үшін жасалып жатыр. Өскелең ұрпақ ертең соның игілігін көреді, оны еселеп, лайықты жалғастырады.
Өткенге құрмет, болашаққа сенім керек. Цифрлық ел болу, бәсекеге қабілеттілікті арттыру, заман ағымынан қалмау, жаңа тарихи дәуірде әлеуметтік экономикалық даму мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Еліміздің алдында тұрған міндет көп, мақсатқа жетеміз десек, ұлт болып ұйысу қажет. Мен үшін республика деген тыныштық, бейбітшілік, Қазақстан. Республика деген мен үшін елдің зайырлы болуы және әрбір адамның өзінің еркіндігі, жалпы таңдауы болуы. Мен үшін республика деген өзімнің отаным, туып өскен жерім. Отан дегенде ең алдымен менің өзімнің ойыма ең бірінші осы елімнің тыныштығы, отбасым, достарым, халқым, осылардың барлығы есіме түседі, және де мен оларды қатты жақсы көремін. В итоге это день нашей независимости, нашей страны, біздің еліміз жасасын. Мен үшін республика деген бүкіл қазақтың бірлігі, тұтас біріктіріп ұстап тұратын жалпы атау. Республика сөзі латын тілінде ортақ істеген мағына беретіні баршамызға белгілі. Бір сөзбен айтқанда, республика өз ісіне жауапты азаматтардың ортақ іс әрекетінің арқасында құрылады. Өйткені азаматтар мемлекеттің арқауы. Азаматтар болмаса, мемлекет те болмайды.